жайылымдар мәселесіне арнайы тоқталғым келеді. Бұл жерлер ең алдымен ауыл тұрғындарына қолжетімді болуы керек. Жергілікті әкімдіктер жұмысты дұрыс ұйымдастырмай жатыр. Соның салдарынан ауыл тұрғындары мал жаятын жайылым таппай қиналуда. Әсіресе Алматы, Түркістан облыстарынан арыз шағымдар көп түсуде. Жайылымдардың 99% шаруа қожалықтарының иелігінде. Алайда оның 36%-ында ғана мал жайылады. Қалған 46 миллион гектар жайылымдық жер бос жатыр. Үкіметке бас прокуратурамен бірлесіп, биылғы жылдың соңына дейін осындай жайылымдарды қайтарып алуды тапсырамын. Следует возобновить программу «Народное IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам, гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны все же имел возможность получить часть национального богатства.